Ыбырайымның келінінің сынауы. Смағұл ер жеткен соң Ғамар атты қызға үйленеді. Бірде Ыбырайым пайғамбар келінін сынау үшін ұлының үйіне диуананың киімін киіп қонаққа келеді. Келіні қонақты көріп қабақ шытады. Оған суып қалған шай береді. Дастарханы ыдыс-аяғы лас екен. Отыратын көрпені де ауыстырып салмайды. Шай үстінде Ыбырайым «Қызым, тұрмысың қалай?» деп сұрады. Атасын танымаған келіні отбасындағы ұсақ-түйек ұрыстарды айта бастады. Ерінің айыбын ашып, оны жамандады. Ыбырайым кетіп бара жатып, еріңе сәлем айт, үйінің есігін ауыстырсын, деді. Әкесінің сәлемін естігенде Смағұл, әкемнің көңілінен шықпаған екенсің, деп отыра кетеді. Смағұл бағын екінші рет сынамақ боп, Хәлә атты қызға үйленеді. Ыбырайым келінің сынау үшін тағы да диуана кейпінде қонаққа келеді. Хәлә құманға жылы су құйып, зыр жүгіріп қызмет қылады. Алдына барын тосады. Астына қалың көрпе төсейді. Жүгі жинаулы, ыдыс-аяғы мұнтаздай таза. Келінің де қабағы ашық, көңілі жарқын екен. Шай үстінде пайғамбар «Тұрмысың қалай, қызым?» деді. Келіні «Шүкір ата, жақсымыз», деп ерінің жақсысын асырып, жаманын жасыруға тырысты. Оның иба-ізzetіне сүйсінген атасы «Еріңе айт, үйдің есігін жақсы сақтасын», деп сәлем айтты. Ол сәлемді естігенде Смағұл қуанып, «Әкемнің көңілінен шығыпсың, атаңа жаққаның, Аллаға да жаққаның», деп риза болыпты.